Әйелдердің қажылығы және оларға ғана қатысты үкімдер. Бірінші, қажылық амалдарын орындауға және қажылыққа барып қайтуға денсаулығының жарамды болуы. Екінші, қажылыққа баруға кедергі келтіретін жайлардың болмауы, мысалы түрме, қажылық визасын ала алмау, кеденнен өткізбей қою және тағы басқа. Үшінші, жолдың сенімді болуы, яғни қажылыққа баратын жолда соғыс немесе басқа да адамның өміріне қауіп төндіретін жағдайлардың орын алмауы. Егер Меккеге баратын басқадай жол табылмаса, қажылық міндеті адамның мойнынан түседі. Төртінші, қажылықты өтеуді ниет еткен адамның көмегіне өте мұқтаж адамдардың болмауы. Егер қажылыққа барғысы келген адамның үйінде қария немесе сырқат ата-аналары болып, оларға қарайтын басқа адам жоқ болса, оның қажылыққа бармауына рұқсат етіледі. Сол секілді бір елді мекендегі аурулардың өмірі мен қажылықты ниет еткен дәрігердің көмегіне өте зәру болса, ол дәрігердің де қажылыққа бармауына болады. Ханафи мен Ханбали мазһабтарында әйелге қажылық жасау үшін қасында махрамы болу керек. Махрам әйелдің күйеуі және үйленуге болмайтын еркек туысқандары. Олар әкесі, атасы, ұлдары, немерелері, туған аға-інілері, олардың ұлдары, әпке-сіңлілерінің ұлдары, әкесінің туған аға-інілері, туған нағашы аға-інілері, күйеуінің әкесі, атасы, күйеуінің басқа әйелдерінен туған ұлдары, сүт анасының күйеуі, аға-інілері, ұлдары және сүт анасын емген басқа еркектің ұлдары. Себебі шариғатта бір анадан емген екі адамның ұл-қыздарына да бір-біріне үйленуге болмайды. Алла елшісі, оған Алланың игілігіне сәлем болсын, әйел махрамсыз қажылық жасамасын деген кезде бір кісінің өзінің соғысқа баруға жазылып қойғандығын, ал әйелінің қажылық жасауды ниет еткендігін айтады. Сонда Алла елшісі оған Алланың игілігімен сәлем болсын, кері қайтты, яғни соғысқа барма, әйеліңмен бірге қажылық жаса деген. Бір хадис және жалпы әйел заты 3 күннен артық махрамсыз жол жүруге тыйым салғандығын білдіретін сахих хадистер әйел адамның махрамсыз қажылық жасауға болмайтындығының тағы бір дәлелі. Малики мен Шафиғи мазһабтарында қасында біреуінің не бірнешеуінің махрамы бар, бір топ сенімді әйелдермен бірге махрамы жоқ әйел қажылыққа бара алады. Егер олар сенімсіз болса, баруға болмайды. Омар ибн әл-Хаттаб, оған Алла разы болсын, Алла елшісі, оған Алланың игілігімен сәлем болсын, қайтыс болғаннан кейін оның әйелдеріне қажылық жасауға рұқсат береді. Сонда олардың әрқайсысының қасында махрамы болмайды. Омар олармен бірге қажылыққа Осман ибн Аффанды және Абдурахман ибн Ауфты қосып жібереді. Маликилер мен Шафиғилер Омардың осы ісін және басқа да хадистерді дәлел етіп, жол аман да сенімді адамдармен бірге әйел махрамсыз да қажылық сапарға шыға алады деген пікірге келген. Алтыншы, қажылық уақытында әйелдің иддада болмауы қажет. Идда күйеуі қайтыс болған немесе ажырасқаннан кейін әйелдің үйінен шықпай күтетін мерзімі. Міне осы мезгілде әйелдерге қажылық жасау парыз емес. Егер қажылық жасаудың парыздары мен оны өтеудің шарттары орындалса, 3 мазһабта сол жылдан кешіктірмей қажылық жасау қажет. Қажылықты үзірсіз кешіктірген кісілер күнәһар болады. Шафиғи мазһабында және Абу Ханифаның шәкірті Мұхаммедтің пікірінше қажылықты алдағы жылдарға кешіктіруге болады. Ибн Аббас, Алла екеуіне разы болсын, Алла елшісі, оған Алланың игілігімен сәлем болсын, кім қажылық жасауды қаласа асықсын деді. Көпшілік ғалымдар аталған хадистен мағыналас басқа да хадистерді басшылыққа ала отырып, қажылықты кешіктірмеу орындау міндет деген.
Ал имам Шафии мен Мұхаммед әл-Шайбани қажылық 6 жылы парыз болғанымен пайғамбар оған Алланың игілігі мен сәлем болсын тек 10 жылғы ғана қажылық жасаған дейді. Сондықтан қажылық жасауды келесі жылдарға қалдыруға болады, бірақ көп ұзатпай қажылық парыз болған жылы жасаған абзал деген. 7. Әйелдердің арнайы ихрам. Қажылық немесе умраға баратын адамдардың киімдері жоқ. Олардың ихрамы жүзін немесе екі қолын білезікке дейін ашу арқылы жүзеге асады. Яғни әйелдерге қажылық кезінде жүзін не қолдарын жабуға рұқсат етілмейді. Қажылық сапардан шыққан әйелге ихрамға кіргенге дейін не кіргеннен кейін хайыз, етеккір немесе нифас босанғаннан кейінгі тазару ғана келсе, ол қажылығын жалғастыра береді. Тек хайыздан немесе нифастан тазарғанға дейін тауап жасамайды. 9. Әйел адам иіс суды сыртқа себуге болмаған сияқты. Ихрам кезінде киген киімді ихрам халіне өткенге дейін және одан кейін иіс су сеппейді. Және тәлбияны ихрамға кірер алдында айтылуы уәжіп болған және ихрамды болған уақытта молынан қайталанып айтылатын сүннет дұға дауысын көтеріп айтпайды. 10. Тауаптың алғашқы 3 айналымында және сағида Сафа мен Маруаның арасында жүріп өту. 2 жасыл белгі арасында ерлер секілді жылдам жүрмейді, баяу жүріспен өтеді. 11. Қажылықтың барлық уақытында мүмкіндігінше адамдар тығыз жерден алшағырақ жүреді. 12. Әйелге Мұздалифа жазығында түнеу қажылық амалдарының бірі. Түнемеуге рұқсат етіледі. 13. Әйелдер шашын толық алдырмайды. Олар тек шаштарының ұшынан аз ғана қысқартады. 14. Егер қажылық аяқталып әйелдің қасындағы күйеуі немесе махрамға қайтатын болса, әйелге қоштасу тауабын жасау міндет емес. Мұндай кезде қоштасу тауабы оның мойнынан түседі және ол үшін ешқандай жаза өтемейді. 15. Әйел өзінің жеке байлығынан қажылық жасайды. Оны қажылыққа алып баруды шариғатымызда күйеуіне міндеттемеген. Тек күйеуі өз қалауымен оны қажылыққа алып баратын болса, өте жақсы.